Бүгін біз шопингқа барып келдік, және де менде қазір анпакинг болады. Біраз ұзақ болатын сияқты ғой, иә, былай қарасам. Заттар көп. Дубайда біз оны алғаш рет көрдік. Енді Сауд Арабия, Кувейт, Оман, Катар және де Бахрейн, қателеспесем, араб мемлекеттерінде бар. Жақсы, міне, Бексұлтан өзіне алды вышивкамен. Бұл жерде барлығы оригинал, уайымдамасаңыздар болады. Так, құны 29 дейді ғой. Маған алынды, тоже пуманыкі. Менде вышивка емес, менде мынандай бір металл сияқты ма, сондай бір теснение мақал жасалған. 39 риал. Бексұлтан өзіне толстовка алды. Тез көрсетуге тырысайын. 139 риал, не 135-ке көбейтеміз. Енді 18 мыңға пуманың толстовкасы, она флисовая, да, қателеспесем. Енді қыздардың толстовкаларын көрсетейін. Бұларды біз уже торговый центрда киіп алды, Levi'стан алдық. Екі толстовка, Олжатайдікі, мынандай не сияқтандай, қалай айтсақ, жүн дейді ғой. В общем, да, қойдың жүн сияқты. Тоже Levi'стан толстовкасы, зерешкаға мне осындай қызыл түсі. Она очень яркая, но әдемі көрінді. Вышивкасы алтын түсті. Қараңыздаршы, әдемі. В общем, вот где-то шамамен біздікімен 7-8 мың теңгеден болды. Levi'стан толстовка өте жақсы баға негізі. 85 риал, ол шамамен 10-11 мың теңгеден. Крокстікі пляжға киюге. Мен мына жаққа, кстати, әдейі алып келген жоқпын. Сатып алғызайын деп қалжындаймын. Купальник алдым. Мен білмеймін бұл қандай бренд екенін. Қарамадым, шыны керек. Қазір көрейік. XO бренді. Мен білмеймін бұл қандай бренд екенін. Жақсы ма жоқ па дегенім ғой. Купальник 52 риал тұрады. Вот. Мынау вообще 9 риал тұрады үсті купальник. Өкінішке орай астын таппай қалдық. Мына зерешкаға алдық мынаны. Астын бәлкім енді басқа дүкенге барған кезде тауып қалармыз, осыған құсайтын, хотя бы бір цветі келетін тауып қалармыз. Бексұлтан өзіне алды, бұл білмеймін. RBX деген бренд екен. Да, 29 екен. Өте ыңғайлы дейді. Мына жерде мынандай ойық жерлері бар, аяққа әдейі табан ауырмас үшін жер бүйтіп көтеріліп келеді екен. Чуть ли көрсетпей қоя жаздадым. Шыны керек. 3,5 теңге ма? Сенсейдің көйлегі. Жай ала салдық. Папасы болмады. Осы пакет бізде Центр Point дейді. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Мен ең алғаш Дубайға барғанда мына Splash'тың киімдерін көп алып келген болатын өзіме. Және біраз кидім мен оны. Так, Олжатайға мынандай тапочки. Өзінің тапочкасы кішкене қажағасын, басқасын алып бердік. Ну, не кроксы, но что-то такое наподобие. Так, келесі әдейі мына жақтан свет түсіріп қойдым сіздерге көрінсін деп. Барамыз Катардың ұлттық музейіне, бірақ ол жерде өте салқын. Өздеріңіз негізі шыны керек, бұл жақта өте андай торговый центрларда бүкіл жерде өте суық. Музейдің ішіне кіргесін кигізіп қоямын, өйткені іші салқын болатыны 100% сенімдімін. 99 риал, яғни шамамен 13 мың теңге. Зерешкаға өте әдемі қыздарға комплект, және де колготки на дейін бар. 6-7 жас деп алдық. Зерешаға сәл үлкендеу, енді не болса да бала деген өседі ғой. Олжатайға міне мынандай әдемі комплект. Қала өзі ыстық, өздеріңіз ойлаңыздар, 34-35 градус, тіпті кейде 36 градусқа дейін бар жатыр. Бірақ сауда орталықтарында бүкіл жерде өте салқын, сондықтан осындай киімдер көп сатылады екен. Олжатайға тағы да бір кофточка алды. Олжатайға негізі көп киім ала бермейміз, шыны керек. Осы жолы көбінесе Олжатайға алуға тырыстық. Екі футболка бір бағамен 9 риал. Мен 3800 теңге. Бізде Умусо дүкенінен құммен ойнауға мазовичок, мынандай бір форма, күрек және тырмама. Екі набор алдық. Сосын мен өзіме мынаны Пиндодан заказ берем деп жүргенде қарасам бағасы сондай баға шығады екен. Мінекей 18 риал, ол шамамен 2,5 теңге. Через Пиндодо выйдет где-то, наверное, то же самое. Ертең жасаймын, көрсетемін. Қалай істеу керектігін барлығын көрсететін боламын. Мен анпакинг болды.